Рөлдерде Бурак Өзчевит, Неслихан Атагүл, Кан Урганжоғылы, Күршат Алныачык, Орхан Күнер, Неше Байкент Зейно Эраджар, Мелиса Аслы Памук, Рүзгар Аксой Барыш Алпайкут, Хазал Филис Күчук Көсе, Гөкай Муфтуоғлы және Зерин Текиндор Бурак Серген. Жауапты продюсер Біләл Услу. Үйлестіруші Дойгу Кылыч. Дыбыс режиссера Исмаил Аладжан. Бас-оператор Толга Четин. Әкімші продюсер Толга Авшин Кая. Композиторы Тойгар Шықла. Сценарин жазғандар Өзлем Йылмаз, Аныл Еке, Бурджу Көргін Топташ. Продюсері Керем Чатай. Режиссері Хиляль Сарал. Шексіз сезім. Кезінде апам саған қастық істеді деп, енді бізден өш алмақсың ба? Біздің де сен сияқты бақытсыз болғанымызды қалайсың ба? Зейнепте Нихан секілді. Өзі сүймейтін біреуге тұрмысқа шықсын ба? Бізді ешкім айыра алмайды. Сендерді айырда. Ал біз оған жол бермейміз. Қолдарыңнан келмейді. Зейнепті шын сүйесің бі? Ай, Зейнеп. Құйын, Жеңге, Кемал қайда құйын? не deyеді ғой? Қайда дейім құйын? Біле алмайды деме. Осында келеді. Кекіліктер бір сағат ішінде төл құжаттарын алуға келеді деп қой. Қайдан? Бір сағатта төл құжаттарын алады. Әр сақадай сайма? Мекен жай өзгермеген шығар. Жоқ, сосын не айтайын деп ем? Алла. Зейнеп? Әфсана. Зейнепті көрдің бе? Бөлмелеріңізде жоқ па? Жоқ. Далаға шығып кеткен шығар. Құйын қайдасың? Мұндамын. Көрдім.
Қандай да бір әрекет бар ма? Жоқ. Сәлден соң келеді. Бірақ басқа бір өзгеріс бар. Қандай? Не істеп отырсың? Қарным ашты. Оған емес, маған қара. Жейсің бе? Нихан. Өзің біл. Бірдеңеге алаңдағанда қарным қатты ашып кетеді. Сол үшін жеп отырмын. Былықтырмасаңшы. Өзің маған құлақ астың ба? Қазбалама, тұмсығыңды сұқпа дедім. Жоқ. Егер саған құлақ ассам, бұл іске мүлде кіріспес едім. Ал сен қазір тауық қосылған күріш емес, өз-өзіңді жеп отырар еді. Адамның тізгіні ақыл. Өте дәмді екен. Кемаль, егер бұл істі жалғастыратын болсақ, біргеміз. Маған олай қарама. Мен де жанымды қоярға жер таппай жүрмін. Бұл саған ғана қатысты жайт емес қой. Қол қусырып қарап отыра алмайым. Бұдан қалай құтыларымды да білмеймін. Әттең кезінде бізде солар секілді батыл болсақ қой. Әттең. Қолымыздан келмеді. Қазір үмітсіз шайтан деп көлеңке қуып жүрміз. Не болары беймәлім. Бұның соңы немен аяқталады? Білмеймін. Әпсана. Зейнеп. Озан мырза, бөлмеңізге біреу жазба қалдырған сияқты. Сіз кеткен соң үйді қарап жүріп көзіме түсті. Тартпаның үстінде. Не болды? Болуы керек нәрсе. Аса қымбаттым. Қас-қағым сәттік болса да жарым. Біз қанша жерден бір-біріміз үшін жаралдық десек те, оны түсінетін жан жоқ. Жоқ. Олай деме. Ең сорақысы не білесің бе? Апаң дұрыс айтады. Ана мен баланың арасына іріткі сала алмаймын. Сыйым жоқ жерде түк болмағандай өмір сүре алмаймын. Жалғыз бастық. Оны қазір мойындаймын. Сенен кетем. Шамалы есімді жиған соң ажырасу қамына кірісейік. Сау бол. Сені мәңгі сүйіп өтем. Жоқ. Баз 2 сағат қанша болды? Уақыт болды. Делдал келді.
Кемал, қатты қобалжып тұрмын. Қаласаң тағы біреуінше. Михан, егер бәрі сәтті өтсе... Әне, қашқындар да келді. Жүр. Жүр. Құйын. Сен осы жақтан бар, мен айналып келем. Мен не істеймін? Сен осында күт. Сосын өздерінше әйелдер мен еркектер бірдей дейді. Өз сорымай, қал десем де қалмайды. Мұның не? Не істеп тұрсың? Тыныш. Тоқта, полиция! Уақытты тапқан екен. Хабар берілген. Тұтқындалды. Енді не істейміз? Енді не болады? Қайда апаратынын анықтау керек. Михан ханым, әлі ештеңе біткен жоқ. Солың суға кетпесін. Келе жатырмыз. Дәрілерін ішті ме? Жақсы. Құлыным, сөйлесек қайтеді. Балам, тыңдаш. Адамдардың қалауы мен шешіміне құрметпен қарауымыз керек. Қой енді. Оны жібер. Түсіңдер. Бұл қай жер? Түс қане, түс. Бізді қайда келдіңдер? Бұл полиция бөлімшесі емес қой. Sürpriz. Тосын сый. Жауап бермейді. Түкке түсінсем бұйырмасын, тіркелмегені қалай? Басқа жаққа кетті.
Солай боп тұр. Қалай сонда? Бірдеңені түсінбесем басым ауырады. Рас айтам. Кәрім мен күйеуін ұрлап кетті. Қалайша? Яғни жер сипап қалдық. Сол баяғы таз қалпымызға қайта түсті. Оларды полиция ұстап әкетіп еді ғой. Полициядан қалай ұрлайды? Жеңге, әдейілеп солай көрсеткен. Мұнда бір қулық бар. Қандай да бір қулық көрсем менің ойыма бір-ақ адам келеді. Аналар не істейміз? Не істеуші едіңдер? Көзін құртасыңдар. Көрдіңдер ғой, полиция менің қолымда. Бәрі маған қызмет етеді. Полицияға барсаңдар да бәрібір менен құтыла алмайсыңдар. Біз қорықтық. Заря құтымыз қалмады. Бар болғаны бәрін ұмытып алыстағымыз келді. Пікірлеріңді білгім келсе сұраймын. Алайда Кәрін олай ете алмайды. Кәрін болғанды ұмытып кету үшін миын осында қалдыруына тура келеді. Екеуі де жоқ. Әмір де жауап бермейді. Құдай-ау, жынданатын шығармын. Мейіріміңді жағдай ушықпай тұрып көрсетсең етті. Бір сәт болса да балаларыңды ойласаң қайтеді. Уайымдайтын дәнеңе жоқ. Асқазанын жудық, дер уақытында келдіңіздер. Қазірше біздің бақылауда болады. Сәлден соң психологтың тексеруінен өтеді. Одан кейін әкетуге болады. Рахмет. Көп рахмет. Тез сауығып келсін. Есіңнен адасыпсың. Құдай ақы миың істемейді, Зейнеп. Сонда сеніңше бұл оларға сабақ болады ғой. Солай ма? Оған еш күмәнім жоқ, Сима. Зейнеп, сені түсінбей миым жетпейді. Ал енді не істемек ойың бар, айтшы. Қайда барасың? Біздің үйге жүрдеуге апамды білесің. Сені суқаны сүймейді. Басым дауға қалады. Қайда баруым мүмкін, Сима? Ойланып көрші. Қазір Хусейн ағайдың жүрегі ұстап қалар. Құдай сақтасын. Жақсы. Мен кеттім. Кейін хабарласармыз. Жүр, біз де үйімізге тарасайық. Тоқта. Не болды? Сен үшін не істемедім. Бірақ оны міндетсінбеймін, Нехан. Жалықтым да демеймін. Бірақ тағатым таусылды. Не болса да көнем. Тек мынаған шыдай алмайым. Қош, қатеменде. Сені тастап кетпеуім керек еді. Саған бекер сеніппін. Бірақ сенікі де дұрыс емес қой. Әу бастан маған сенуің керек еді. Боларс, болды. Болды. Әлі болып жатыр. Нехан, бізді айырған. Сені менен алшақтатқан себептердің бәрін жоюға бел будым. Бірін қалдырмай. Ал сен жой аласың ба? Кемаль, мен сенің жаныңдамын.
Міне қасыңдамын. Жетпейді. Маған бұлаздық етеді, Нихан. Сен үшін жанияма қарсы тұрдым. Көрдің бе? Бәріміз жан жаққа шашырадық. Сенің жазығың емес қой. Білмеймін. Бәлкім үйге оралмауым керек бәді. Бірақ болмады. Шыдай алмадым. Нихан. Өтінем, жүзігіңді шешші. Саусағыңнан шығарып тасташы. Қолыңды бер. Қане. Әкел. Жүр, барып ақиқатты айтайық. Жүр, Нихан. Ағымыздан жарылайық. Қане. Жүр. Бұны Зейнеп пен Озанды айыру үшін айтып тұрған жоқсың ғой, иә? Жоқ. Екеумізді қайта табыстыру үшін айтып тұрмын. Қарындасымның кімге тұрмысқа шыққанын білгім келеді. Өз басым Озанның кінәсіз екеніне сенем. Сен де солай ойлайсың. Қане жүр. Барып бар шындықты айтайық. Ақиқаттың бет ашылсын, сансыз сауалдартқа тастайық. Егер екеуміз біріксек, бізді ешкім жеңе алмайды. Ал? Айтыңдар, неден қашпақ болдыңдар? Менен ғана ма? Әлде басқа себебі бар ма? Сені жанымдай жақсы көрем. Ессіз ғашықпын. Бұны екеуміз үшін сұрап тұрмын, Нихан. Қане жүр. Жүр, барып, көмек сұрайық. Бұл тұзақтан құтылайық. Жүр. Қолыңды бер. Қане. Кемал, телефоның шырылдап жатыр. Маңызды шығар. Тыңдап тұрмын, Вильдан ханым. Сенен басқа барар жерім жоқ. Күтіп отыра беретін уақытым жоқ. Мені түсінбегіңдер ғой деймін. Өтінем, атпа, атпашы. Атпа. Артық киімің бар ма? Қазір күйеуіңнің қаны шашырайды. Айт, қане, айт. Енді қыза бастады. Қане, айт. Құлағым сенде.
Қорқатында ештеңе жоқ, болды, жылама. Жақсы, қойдым, жыламайым. Мен қазір барам. Жаным, бауырым. Қайда кеткенін айтып ба? Алана хатында басқа не жазыпты? Ештеңе. Маған Зейнепті әкелсең болды. Егер қарындасым бір бәлеге ұрынса, ешқайсыңа да аяушылық танытпаймын. Ешкімге. Енді қолымды созсам келмейсің ғой. Солай ма? Ал сен созбайсың. Тапаншаны түсірсін. Түсір деймін. Әуелі сен сайра. Келді. Сол түні не болғанын сұрады. Кім екенін де білетін шығарсың. Әйелің келді. Қасында біреу болды. Ер адам. Кемал. Қашан келді? Сен келмей тұрып, сол күні келді. Сені қалай тауыпты? Дыбыстық жазба. Нөмір жоқ. Өтінем, атпашы. Мұны кім жіберді? Демек, бопсалаушы бізге көмектескісі келеді. Артық киімің бар ма? Қайдасың? Аналарды бір жақты қылдым, мырза, мәселе жоқ. Қазір үйдемін. Киімімді ауыстыруға келдім. Мен айтқан жерге апарыңдар. Сол түні не болғанын сұрады. Кім екенді білетін шығарсың. Әйелің келді. Қасында біреу болды. Ер адам. Кемал. Әмір білді.
Иә, білді. Әйтсе де біздің білетінімізден бейхабар. Дайынсың ба? Неге? Негізгі күреске. Кемаль, мәселе әмірге қатысты. Сол түнді қазбалап жүргенімізді білді. Жолымызды орап Карынды ұстап әкетті. Сосын, бәріне көзіміз жетті. Сенің бейқамдығың адамды жынды қылады. Бейғамдық емес Нихан, шыншыл болу. Негізі неге көз жеткізгенімізді айтайын ба, Кемаль? Әмірдің қыр соңымызға түсіп бізге тосқауыл болу үшін тау қопаратынын білеміз. Жоқ. Карынды бір құпия жасырулы екенін білеміз. Әмір соның бет ашылмасын деп, жанын қоярға жер таппай жүр. Бұл жай біздің пайымымыз болатын, Нихан. Енді бұған сенімдіміз. Мені түршіктірген осы ғой. Не істейміз? Қазір Озанның қасына барасың. Ол мен Зейнепті іздейм. Сосын әмірдің бет пердесін тағы аша түсеміз. Ақырын. Қалай таптыңдар, қалай? Мен оны қалай байқамадым, қалай? Әмір қоңырау шалып жатыр. Қобалжыма. Жауап бер. Не дейм, Кемаль? Не айтам? Қорқатын адам сен емессің. Біз де емеспіз. Өзі. Алло, Қайдасың? жолдамын. Жағымсыз жаңалық естіп, қол аяғым дірілдеп тұр. Нақты мекен жайымды айта алмайым. Не естідің? Қазір қалай? Тәуір, ауруханада. Қазір мен де сол жаққа кетіп барам. Жаңа түскен келін тағы қандай бүлік шығарыпты? Зейнеп үйден кетіп қалыпты. Қашқын де. Қайда кеткенін айтпап па? Еш жерде жоқ. Ағайынды сойдерелер қолдарынан келгенін істеп жүр. Ах. Бәрі бірігіп шаңырағымыздың төрінен орын алатын болды ғой. Көздегендері сол. Бүлікшіл отбасы. Тұтқаны қоям, Әмір. Кішкентай ақмақты қарай көр. Неге келдің, Зейнеп? Бұған қалай дәтің барды? Онсыз да жүрегім қайғы жұтып, еңсемді көтер алмай жүрсем. Қалайша келіп есігімді қағып тұрсың? Сенде жүрек жоқ па, қыз? Жүрек жоқ па? Көзіме көрінбе. Сен маған келмедің, мен сенде көрген жоқпын. Кет бұл жерден. Тоқта, Салих, тоқташы. Өтінем, сөзіме құлақ тұршы. Мен сенімен есептесуге келдім. Саған бәрін түсіндірем. Ана үйден қашып кеттім. Басқа барар жерім жоқ. Сенен басқа баратын ешкімім жоқ. Зейнепті тапсаң біздікіне әкелесің бе? Өзі біледі. Оған қайтып бар деп айта алмайым. Алдымен Зейнепті табуым керек. Неге ренжі бол үйден не үшін кеткен білейін. Қалғанын өз шешер.
Бітпейді, Кемал. Біз өткенді қайтару үшін жанымызды салып тырысып жүрміз. Бір үміт, бір ғана үміт. Ыстық суығына қарамай соның соңынан еріп келеміз. Сонда да бір кедергі шығып жолымызды бөгейді. Бұл кедергілер таусылмайды, екеуміз жұптасқанда азаюдың орнына көбейіп барады. Міне күресте жеңілудің себебі осы, Нихан. Сен әлсіздігіңді мойындап отырсың. Тағдырдың жазған осы дейсің. Өмір саған жеңісті сыйға бере салады деп едің? Ештеңе біткен жоқ. Бәрі жаңа басталды. Салих, ант етемін, сенің көңіліңе кірбің түсіргім келмеді. Көргенсіз кісі көңілге қарамайды деп, кірбің түсірмек түгілі одан зорғысын істедім. Сен екеуміз саған талай рет айттым ғой. Сенімді емеспін. Шамалы күтейік дедім. Күтейік дедің. Мен де күттім. Саған саусағым үшін тегізбедім. Маған кет демедің ғой. Түк шықпайды демедің, Зейнеп. Негіз айтқам. Ана жігіт пайда болып еді. Керексіз боп қалдық. Әп-сәтте жігерімді құм қылдың. Сол үшін өзімді иттің етінен жек көрем. Түсінесің бе, Зейнеп? Қалауым сол болды. Өз-өзімді ұстай алмадым. Жүрекке әмір жүрмейді. Мұнда ана ақ сүйексіз Мелюкке қаншалықты ғашық екенімді айтуға келдің бе? Өлердей ғашық болсаң. Онда неге күйеуіңнен қашып маған келдің? Ата-анасы маған суық қарайды. Соған шыдамай қашып кеттім. Қандай жоспарың бар, Зейнеп? Мұнда бірдеңе ойластырып келдің ғой. Менің үйіме жасырынып, қандай қулығыңды жүзеге асырмақсың? Бір түн үшін? Қалай болды? Шүкір қызым, жақсы. Қазір ұйықтап жатыр. Бұл отбасының басын қаншалықты біріктіруге тырыссам да, біреу бір сой дереге кем тұсын көрсетеді. Әмір сенсіз де сіркем су көтермей тұр. Менің де құйқа тамырым құрсып тұр. Дұрыс айтасыз, сіздерді ойламадым. Бірақ бәрінің шешімі бар. Өмірден соққы көріп жүргендей, мұна кейіптеріңіз мүлде ұнамайды. Озан, үрейімізді жұрдың ғой. Ай, бұсығым-ай. Зейнеп. Зейнеп міндетті түрде үйге оралады. Маған сен. Кетті, Нихан. Зейнеп кетіп қалды. Оны шошытып жібердік. Намысына тидік. Оған обал болды. Келеді, көресің. Тым сенімдісің ғой, жаным. Өйткені мен Кемалға телефон соғып, қарындасын алып келсін дедім. Сенген қойым сен болсаң. Зейнеп тағы аса келеді. Мырзам, тез соғып кетсін. Мырзам, өзіңіз қалайсыз? Сізді уайымдадым. Қалай дерің бар ма, Туфан? Жүрміз ғой.
Мені сонша уайымдайтын болсаң, күн сайын саған жан дүниеме жеткен жетістіктерін туралы есеп беріп тұрайын. Қанша дегенмен мені өзіңе дос қып алдың ғой. Рұқсат болса, сұрақтарымды қойсам. Көлік не болды? Мырзам, көлікті бұздыруға жібердік. Ол жағын алаңдамаңыз. Қазір кәрім мен күйеуін ұстап отырған жерді анықтап, сонда барам. Қажет емес. Түсінбедім, мырзам. Қажет емес деймін. Кәрім мен күйеуін ұстап отырған жерді білмей қой. Сен барып қыдыр Туфан. Тамақтанып, таза ауа жұтып қайт. Саған рұқсат бердім. Қайдасың? Тапсырмаңызды орындадым. Бәрі ойдағыдай. Мен де қазір үйдемін. Киімімді ауыстыруға келдім. Бардыңдар ма? Тамаша. Қайда екендеріңді ешкімге айтпаңдар. Тіпті Туфанға да. Неге екенін білмеймін, бірақ менен секемденіп қалған сияқты. Кемал аға, Зейнеп маған сондай көңілсіз болып көрінді. Неге екенін сұрап мазасын алғым келмеді. Өзіңіз де білесіз, ешкімнің араласқанын қаламайды. Сема, Зейнеп саған қайда баратынын айтқан жоқ па? Мен оны үйге қайтып бара жатыр деп ойладым. Білмеймін. Жақсы. Бар сен қайт. Хабарласы дереу маған қоңырау соқ. Сема, бұл анау мынау мәселе емес. Бар. Алло, Апа, балам, қалайсың? шүкір апа. Жақсымын. Сендерді уайымдап отырмын. Біз де өзің көргендей балам. Бір күн ішінде не өзгереді дейсің. Ахлеп ұхылумен отырмыз. Олай деме апа. Бұдан да ауыр қайғы болады. Алладан Зейнептің амандығын сұрап дұға етіңдер. Мен тағы да хабарласармын. Әкеме сәлем айт. Жарайды балам, сау бол. Қайдасың, Зейнеп? Қайдасың? Қанша рет айттым, Салих. Қандай жоспарды айтып тұрсың? Онда ештеңе жоқ. Мың рет айтсаң да, мына жерімен саған сенбейді. Мына жерімдегі орның ой сұрап тұр. Менен сенің кім екеніңді білмеймін. Сол үшін үйімде қалдыра алмаймын. Саған сенуден қалдым. Өз-өзіме қиянат жасамаймын. Кешір. Күндіз болса бір сәрі, бірақ түн ішінде бұлай істей алмаймын. Ne yapıyorsun ya? Не істеп жатырсың? Салих! Салих! Алло, Кемаль. Зейнеп осында. Рахмет, бауырым. Жүр, Зейнеп. Мұнда келмей-ақ қоюым керек еді. Я келмей-ақ қоюым керек еді.
шыдамай кеттім аға. Озан өз-өзіне қол салмақшы болды. Бұдан хабарың бар ма? Аман байтеуір. Бірден сонда барамыз ғой, мені сонда апарасың ғой. Басқалардың өмірін құртпай тұрғанда менің айтқандарымды істейсің, Зейнеп. Сұрақтарыма жауап бересің. Мін көлікке. Тез. Алла шипасын берсін. Рахмет, демалу керек. Ихан біраз уақыт осында қалсын. Галипжан, қаласаң мұнда босқа күтпей-ақ қойайық. Асханаға барайық, сонда отырып кофе ішерміз. Жарайды. Сен бармайсың ба? Жоқ, мен сыртқа шығып таза аштым. Мына қыз өзін бағып қаққан. Екі беті томпиған сол кішкентай қарындасың ба? Есіңде ме? Кейде найзағайдан қорқып қолынан тас қылып ұстап жатып ұйықтайтының есіңде ме? Сен сол кішкентай қызсың ба? Бізді мұндайға қалай қидың, Зейнеп? Әкеме, апама, маған бұны қалай істедің? Қалай? Қатемді мойындаймын аға. Тығырыққа тірелдім, не істерімді білмедім. Озанды сүйесің бе? Ендеше тығырыққа апаратын жолдан аулақ бол. Қателіктің не екенін білесің бе? Оны сүймейтініңді біле тұра. Мынадай тірліктеріңді тастамасаң, міне сол нағыз қателік. Айт сол үшін. Оны шын сүйесің бе, Зейнеп? Сүйем аға. Онда неге? Неге бұлай істедің? Сенің қайта-қайта сұрадым. Кел, ағаңа бәрін айт дедім. Дедім бе, демедім бе? Неге айтпадың? Соның бәрін ішіңе қалай сақтадың? Негізінде айтуға оқталдым. Қашан? Қалай? Неге дергі болды айтуыңа? Мен бе ойыңнан қайтарған? Жоқ. Өзім бата алмадым аға. Сондықтан айнып қалдым. Әне күні фирмаңа барғаным есіңде ме? Тіпті мені басқаларға қарағанда сен жақсы түсінесің дедім. Асумен сөйлестің. Сосын әңгімені Асу әпкеге біраз салдым. Сол күні саған осының бәрін айтпақ болғам аға. Қалай қиналып жүргенімді, Озанды қалай сүйетінімді айтпақшы едім. Сосын не болды? Сосын айнып қалдым. Рұқсат бермейтін шығарсың деп ойладым. Ах, Зейнеп. Нихан, бір минутқа келесің бе? Önemli. Озанның қасында отырғанымды көрмей тұрсың ба? Көріп тұрмын. Бірақ менің айтатыным өте шұғыл. Қазір келем. Болды. Сары уайымға салынудың қажеті жоқ. Міне, Озанның беті бері қарады. Не айтайын деп едің? Ойымда мың түрлі сұрақ бар, Нихан. Мен де сұрақтарымды қойсам, әңгімеміз ұзаққа созылады. Мен ешқандай сұрақтан қорқпаймын, сүйіктім. Әмір көз жоғылы, келіншегіне қиянат жасамайды. Мені мұнда неге шақырдың? Бүгін саған тосын сыйым бар. Сенімен тым алыста оңаша қалғым келеді. Ал мен керісінше сенімен оңаша қалмауға тырысар ем. Әрі бүгін Озанның қасында болуым керек. Әпсана, Ривадағы үйге адам жібер. Ішін дайындаңдар. Бүгін кешке Нихан ханым екеміз сонда қонамыз.
Ол үйден неге кетіп қалдың? Шыдамадым аға. Озанның апасы Вилдан Олар саған не істеді? Тіл тигізіп қорлады ма? Оларға сондай мүмкіндікті берген өзіңсің, Зейнеп. Бұны білесің ғой. Бірақ ойымдама. Сен оларға үйтіп басындырып қоймайым. Егер Озанды шынымен сүйетін болсаң, бетіңнен қақпайым. Жолыңа көлденең тұрмайым. Бірақ бір шартым бар, Зейнеп. Озан екеуің бөлек шығасыңдар. Басқа үйде тұрасыңдар, өз үйлеріңді. Сендерге үйді өзім әперем. Құжатында сенің атыңа рәсімдейміз. Бірақ ана үйде тұрмайсың, Зейнеп. Сені басынуларына да Әмірмен, Вилданмен бір үйде тұруыңа қарсымын. жарайды. Озанмен сөйлесермін. Оны мен өзім де сөйлесем. Олай болса, сені қазір сүйген адамың апарудан басқа малым жоқ. Иә, бәс сауданың уақыты келді. Тіпті өтіп барады. Сіңілің сабақ алатын болды. Галип, маған көмектесесің ғой. Әрине, ол жағын алаңдама, Лейла ханымнан үйді аласың. Не болды, әке? Бәс саудаға сен де қатысасың ба? Бәсекелес болдық па? Сен де қатысасың ба? Келіншегіме атасының үйін сыйға тартсам деймін. Жоқ, мен де қатыспайым, сен де қатыспайсың. Жоқ. Вилдан жан, бізді оңаша қалдырасың ба? Әрине. Мен жоғары қабатта болам. Босаған соң келесің бе? Жоқ, бүгін ешкімнің көңіл қошы жоқ, кейін үйіңе соғармын. Жарайды. Аукционға өтініш беріп те қойдым. Онда қайтарып аласың. Сенің немесе саған қатысы бар біреудің тізімнен болғаны жағдайды ушықтыра түседі. Сосын, Кемаль Сойдары сияқты мүлде қатысы жоқ біреудің де тізімге қалай қосылғанын байқамай қаласың. Сол кезде сан соғып жүрме. Сенің басқа бір көздегенің бар. Ниетің не? Бір адамдардың іс-әрекеті мен одан сайын қайрай түсті. Мәселен, Лейла. Оны өзіңе кіріп тарайтын келеді. Неге? Жарайды. Өтінішімді қайтып алам. Бірақ өзіме де қызық болған үшін. Яғни, сенің не істейтініңді көргім келеді. Мен де. Құдайға шүкір. Рахмет, Кемаль. Зейнеп, бәріміздің зәремізді алдың ғой. Қазір ол туралы қозғамай қояйық. Амансың ба, Зейнеп? Қалайсың? Нашар, бірақ жақсы болуға тырысам. Кемаль, сөзімді жерге тастамай, Зейнеп досында келгеніңе рахмет. Бұны сіздер үшін істегем жоқ. Не істесем де қарындасым үшін істедім. Зейнеп, қане Озанның қасына бар. Сосын барасың, Зейнеп. Қарындасымды сіздерге сен тапсыра алмайым. Өздеріңіз де білесіздер. Болған жайтқа бәрімізде қарсы болдық. Бірақ боларыс болды. Егер соның бәрін қарындасымның бетіне басып, оған тиісетін болсаңыздар, ісім сіздермен болады. Охо, Кемаль мырза, бүкіл отбасымды сапқа тізіп қойып, ультиматум жасап тұрсың ба? Одан да маңыздысын сізге сақтап қойдым. Шүкір келініміз де қайтып келіпті.
Үй ішімізбен екі көзіміз төрт болып, атыңды айтып сандырақтаумен болдық. Бізді Сойдері отбасымен оңаша қалдырасыңдар ма? Зейнепті көп бөгімесің жақсы болар еді, әмір. Әрине, әрине. Бәріміз бір абыройсыздықтан аман қалдық. Зейнеп, сен Озаннан сондай нәрсе күттің бе? Әрине күткем жоқ. Мен оны ренжітейін деп кетпедім. Оны өзімде шамалап тұрмын. Басқа да бір себебі барына сенімдімін. Не дегіңіз келіп тұр? Қандай сезімде болғаныңызды айтқалы тұрсыз ба? Бірақ оның Сойдері отбасын толғандырмайтынын өзіңізде байқап тұрған шығарсыз. Менің айтқым келгенім мынау. Сіздіңше Зейнеп пен Озан бір-бірін етене тани ма? Өткен өмірлерін қазбаласақ, қандай тосын сыйларға тап болар екенбіз? Маған бірдеңе айтқың келіп тұр ма? Біздің үйленуімізге қарсы бола алмайсың. Саған ештеңе айта алмайды. Жоқ, мен жалпылама айтып тұрмын. Зейнеп, жүре ғой, Озанның қасына бар. Әр өзіңнің де бар ойың сонда, мұнда саған қатысты ештеңе жоқ. Жүр. Озан, Жаным, не істедің? қолымнан келмеді десем түсінікті болар. Сенсіз өмір сүру қолымнан келмеді. Мені теріс түсініп қалмадыңыз ба, Кемал мырза? Ойымдамаңыз, мен сізді әрдайым жақсы түсінем. Яғни, менің айтпағым... Мысалы, біздің Озанның өткен өмірінде біраз келеңсіздіктер болған болуы мүмкін. Келіншегімнің де олардан хабары бар. Мүмкін сіз де білетін шығарсыз. Кейін Озанның сондай бұзықтығынан қыздарыңыз зардап шегіп жүрмесін. Сіздің бұзықтығыңыздың қасында, оның бұған дейін де, кейін де істегендері түк емес деп ойлаймын. Өзіңізге тым сенімдісіз. Сізге қатысты ештеңеден жаңылып көрмеппін. Егер Ниха мені танымағанда мына сөздеріңізге сеніп қалар еді. Нихан екеумізді де таниды. Қарындасымның қандай адамға тұрмысқа шыққанын анықтап жатырмын. Болашақты болжау мүмкін болмаған мен. Өткен шақты бірдеңе қылып білудің қашанда жолдары бар. Қашанда. Сау болыңыз, әмір мырза. Көріскенше, Нихан. Көріскенше, Кемал. Бұрынғы ғашығыңның көкірегі аспанда. Денсаулығынан да күмәндана бастадым. Шектен тыс тәкаппарлық өзіне таяқ болып демесін. Не жаңалық? Қарындер іздеп жатырмыз. Сенің арқаңда өміріміз америкалық киноға ұқсап кетті. Онда саған сценарийін де берейін. Құлағым сенде. Оларды табудың бір ғана жолы бар. Әмірдің ізін аңду арқылы. Түсіндім. Ізге сөді қай жерден бастаймыз? Қазір қайда екенін айт. Болды. Тез жеді. Әмір бүгін оларға міндетті түрде барады. Рұқсат болса біз кете берейік. Мен бармайым. Бара бер, Нихан. Сендерді қайта беріңдер.
Енді Зейнеп қасымда. Ах, шіркін, қос аққу. Көріскенше. Қайда барамыз? Сен сағынып жүрген бір жерге. Бөлек шығару туралы бастаман керемет. Зейнептің құлағы тыныш болатын болды. Өз-өздерінен үй болып кетер Кемал. Кемал, бірақ сенің де Озанмен міндетті түрде сөйлесуің керек. Өйткені Вилдан Озанды жанынан оңайлықпен жібермейді. Кейін ол үйді де алам деп шықпасын. Kalkışmasın da. Ертең өте маңызды күн. Иә, Evet. Лейла, сен өзіңше қарсығасың. Мен араластырғым келмейді. Бірақ менің де көңілім жайда бар емес. енді сен уайымдамаш. Менің онсыз да жағдайым мәз емес. Толқығаннан бала сияқты тіпті ішім ауыратын болыпты. Толқығаннан ба әлде, уайымдағаннан ба? Толқығаннан. Мұнда не үшін келдік? Келмегелі көп жылдың жүзі болды. Сағынған шығарсың. Мені мына үйді сағынат деп ойлайсың ба? Бәрін дайындаптым. Шеште қызып тұр. Жүр. Әмір, бүгін осында қонамыз ба? Маған бұлай істемеші. Мен мұнда қала алмайым. Үйренесің, сүйіктім. Өткеннің елесінен құтылатын уақыт жетті. Әрі ішімнен бір дауыс. Ниханның ойынан сол түн шықпай жүр деп сыбырлайды. Patron. Басеке, Айт. Бірақ жақсы хабар айтшы құйын. шынымды айтсам, саған ұнай қою екталай. Себебі маған да ұнамады. Әмір жеңгеймен бірге Ривадағы бір үйге келді. Жеңгей біреу күштеп әкелгендей тұр. Ривада деймісің. Иә, Нихан ол үйді қона алмайды. Бір амалын тауып оны қайтару керек. Тағы не болып қалды? Лейла, менің кетуім керек. Benim gitmem lazım. Кемал, қорқытпаш мені. Қорықпа, жұмысқа қатысты. Жақсы жарайды. Кемал, саған сен алмай тұрмын. Жұмысқа қатысты деймін, Лейла, ойындама. Merak etme. Маған неге бұлай істейсің? сен маған неге бұлай істейсің? Не істедім? Менен неге қорқасың? Маған әйелімнің менен қорққанын ұнамайды. Менен қашқақтайсың. Мен сендікпін. Осындамын. Ылғида қасыңдамын. Сен сонда да өзіңді жалғыз сезінесің. Başka Жаныңды түсінетін біреуді іздейсің. Не болса, соны бөлісіп, соған үміт бересің. Сосын не болады, Нихан? Мен ренжеймін. Қызғанам.
жан жарым сырын менімен бөліспейді деп ойлап, ренжейм. Түсінесің бе? Қызғанатын ештеңе жоқ. Солай ма? Бірақ көңілім бәрі бір жайта бар емес. Келіншегім мені көзін әлмегесін, ашуым қоза бастайды. Қой, Шәмір. Бүйтсең одан сайын қорқатынды білмейсің бе? Айт онда. Жасырма. Мені неге қашатыныңды айт. Мүмкін жауабын табарсың. Басқа жақтан жауап іздеу әуре болмаспыз. Тыңда, Әмір. Иә, дұрыс айтасың. Соңғы уақытта мені сол түнге қатысты неше түрлі сұрақ мазалап жүр. Айт онда. Жасырма. Шығар ішіңдегіні. Күйеуің айтып жеңілдерсің. Иә, мені мазалайтын сұрақ көп. Мына жер ашылуыңа көмектесе бастады. Мысалы әлгі қайтыс болған қыз. Қабір осында. Бүгінге дейін сенен ештеңе сұрамадық. Не болғанда да сенің атыңдағы жерде біреудің мәйіті жатыр. Бүгін болмаса ертең соның беті ашылып жатса, сенің де біздің де басымыз кетеді. Бірақ сен сияқты адамның бұны ойламауы мүмкін емес. Дұрыс па? Ойладым. Түсінбедім. Ойладым дейім. Қабірдің іші бос. Қалай сонда? Қызды мұнда жерлемедік дейсің бе? Дәл таптың. Өзің де біліп тұрғандай, кейін басымыз бәлеге қалмау үшін мәйітті басқа жаққа көшірді. Қайда? Саған таң қалып тұрмын. Арада қанша жыл өткеніне қарамастан, мені тергеуге алуға кірістің. Ойлана бастапсың. Кезінде күйеуің ғой, менен жасырмас деп сұрамадың. Енді келіп жауап күтесің. Бірден. Саған бір сыр айтайын. Себебі саған тыңшылықпен айналысқан ұнап қалған сияқты. Қыздың денесі адам баласының ойына келмейтін бір жерде. Бір қорымда. Құдайға шүкір, 7 төбеде орналасқан шақырда 7 құрлыққа жететін қорым бар. Бәрін жасыруға жетеді. Қыздың мәйітін шынымен басқа жаққа көмдің бе? Қайда? Қайтесің? Басына барып Құран оқиын деп едің? Әлде мен қазған көрдің қаншалық терең екеніне күмәнданып тұрсың ба? Әмір, мазам болмай тұр. Күйеуіңе сен жаным. Тек маған сен. Ештеңеге алаңдамай. Тек қана маған сен. Сол түні Озанның қолынан қаза тапқан қыздың денесін жоқ еттім. Басқа сұрақ қойма. Бәрібір жауап ала алмайсың. Алло? Нихан, Әмір қасыңда ма? Иә. Дереу тұтқаны соған бер. Өтінем. Әке? Телефоныңа неге қарамайсың? Жарты сағаттан бері сені ала алмадым. Бүгінгі түнде келіншегімен оңаша өткізім келді. Басқа ешкімнің даусын естігім келмеді, түсіндің бе? Қазір Анкарада болуы тиіс құжатқа қол қоюды ұмытпағаныңда, бәріміздің де түніміз тыныш өтер еді, Әмір. Не дегің келіп тұр? Министрліктен қоңырау соқты, құжаттардың біреуі кем дейді. Кемал мырзаға неге айтпайсың? Кемал туралы бос сөзден әбден шаршадым. Ол Низ фирмасының қателігі емес, сенің қателігің. Маған 7 түнде енді не істе дейсің? Министрлікте істейтін өте сыйлы досымнан көмек сұрадым, өтініш жасадым. Дереу құжатқа қол қойып қайтадан жіберсін деді. Бүгін түнде. Қазір? Жарайды, фирмаға барам. Таман қаусың. Кетеміз. Шұғыл бір жағдай болып қалды. Фирмаға баруым керек. Сенің де мына жерде мазаң кете бастады.
Кемал мырза, папкадан сіз айтқан құжатты алып тастадым. Бірақ осымен болды. Сізді сыйлағандықтан істедім. Көп рахмет Шавкат мырза. Бұл жақсылығыңызды ешқашан ұмытпаймын. Мен де Зоңғылдықта үш бірдей бауырымды құтқарған кезіңізді ешқашан ұмытпаймын. Бірақ есеп айырылысты деп ойлаймын. Әрине. Бұл мен үшін өмірлік маңызы бар мәселе еді. Уайымдамаңыз, құжат ертең қолыңызда болады. Министрлікке жіберілмей қалған құжат дереу үстелімде болсын. Қазір қол қоюға барам. Сосын маған құжаттарды жіберген адамды шақырыңдар. Көшірмелерін әкелсін. Бәрін тексерем. Не болды? Ештеңе. Бірдеңе байқап қалған сияқтысың. Жоқ. Басеке, шаруа бітті, қайтып барады. Көмектесетінін біліп едім. Нихан қалай? Мені көрді. Әмірше? Жоқ, ол көрмеді. Бірақ жеңгей байқап қалды. Екеміз де бір-бірімізді көрдік. Құйын өте сақ бола. Қателесуге болмайды. Маған сенбейсің бе, Басеке? Уайымдама. Әмір адам кейпіндегі біліс. Осыны ешқашан есіңнен шығарма. Қайырлы таң. Хабар берместен келдім. Себебі қоңырау соғып сұрасам келмей дер едім. Сосын осылай айтпай келуіме тура келді. Маған ашуланып қалмадың ба? Жоқ. Қайырлы таң. О, енемнің сүйікті келіні болады екенмін. Шай ішесің бе? Ішейік. Түнде бірдеңе болды ма? Зейнеп үйден кетіп қалыпты. Ол Озан өзін өзі өлтірмек болған. Қойшы, қазір қалай? Зейнеп қайда? Құдайға шүкір қазір жақсы. Зейнеп те соның қасында. Өзің қалайсың? Білмеймін. Қарындасым Әмірдің үйінде. Ағам соның қол астында істейді. Кейде қайсысының қауіпті екенін білмеймін. Кілті ішінде. Қане бас аяғында. Ақырын, шынымен ауыртып жібердің. Сенің білеу шықсында, бол бас аяғында.
Banu yürü. Ауырттың, жібер. Жүр, Ешқайда бармаймын. жүр деймін саған. Үніңді шығарма. Жібер оны. Сен кімсің? Ману, бер кел. Сен неге араласасың? Ману, бер кел деймін. Кет деймін саған. Қаласаң тағы бір рет ойланып көр. А? А? Қане жоғалт көзіңді. Кет! Кет деймін. Сен енді ұмытпасың. Бұдан бұлай көшеде абайлап жүрерсің. Ұқтың ба Бір мені? кет қане, кет! Кет деймін. Көрсетем саған. Бәрі дұрыс па? Мені өлтірмек болды. Сен болмасаң өлтіретін еді. Саған ешкім тиісе алмайды. Мен тұрғанда саған ешкім де тиісе алмайды. Қалай? Бәрі өзіміз ойлағандай, қаруымен доқ көрсетті. Сосын қайтадан белдігіне тағып алды. Пай. Осал жігіт болмай шықты. Gel. Көр. Мені шақыртыпсыз. Шахмат ойнаушы ма едің? Жоқ, бірақ шақты қорғау керек екенін білем. Bu evin Мына үйдің шахы кім? Сізсіз әрине. Басқасын білмесең де, кімді қорғау керегін білесің. Кімнің айтқанын екі еткізбеу керегін. Кімге өтірік айтсаң, басың кететінін білесің. çevirirsen başı Солай ма әпсән? biliyorsun. Я мырза. Evet efendim. Келіннің туыстары келіп жатса, маған хабар бер. Жарайды, мырза. Шық. Несін әуре болдың? Өзім ақ жуатын едім ғой. О не дегенің? Сосын жерін жеп алып қашып кетті деп жүрерсің. Рахмет. Оқаш жоқ. Міне, 2-ақ минутта жуып тастадым. Кемал, сен осылай көңілсіз болсаң, мен өзімді қоярға жер таппайым. Қайғыңнан арылтып көңіл күйіңді көтергім келеді. Ойымдамай-ақ қой. Жағдайым жақсы. Міне, менен үнемі осылай қашасың. Маған тым болмаса, бір рет мүмкіндік берсең. Сендей досымның барына шүкір. Şansım. Басқа қандай тілегім болсын. Жарайды. Бұған да ризамын. Ыңғайлы ма, жаным? Арқаңа тағы бір жастық қояйын ба? Жоқ, сүйіктім. Осылай жақсы. Рахмет. Тезірек өз-өзіңе кел. Сені осылай көрген сайын өзіме ашуланам. 200-ті. Кешіріңіз, бірдеңе дедіңіз бе, апатай? Жоқ, жаным. Сендерге не дейін? Аузымызға қақпақ болу үшін бәрін жасадыңдар. Мен көздеріңді жеткізу үшін... Озанжан ештеңе түсіндірмей-ақ қой. Өтінем. Балам. Бұдан бұлай бәрі өздерің қалағандай болады. Уайымдама. Жарайды, әке. Бірақ дәрігер үйіңдегілер көп еркелетпесін деді. Онда қиын болатын болды. Көнбеске амалың жоқ. Құрыдық. Әкем сезімге бір берілсе өз-өзіне келуіне 1 жыл кетеді. Болды, шынымен көп еркелеме. Қандай бақыттысың, Озан. Әкең мен апаң ештеңеге қарамастан сені әлі жақсы көреді. Біздікілер мені 2-ақ минутта өмірлерінен өшіре салды. Жаным.
Сен өзіңді қабылдатқызудың қалайда бір жолын табасың, солай ма? Уақыт бәріне емші Зейнеп. Оның үстіне ешбір ата-ана баласынан сырт айналмайды. Саған деген реніштері көп өтпей тарқайды, көресің. Я, жаным, уайымдама. Немерелері болатындарын естісе, өздері-ақ кешіреді. Немере дейсің бе? Озанжан, кеше бірінші, бүгін екінші күн. Қайдан шығарып отырсың немере туралы әңгімені? Не болды? Ол күніңде аулы алыс емес, апа. Ұлым, апаңды дұрыс түсін, әр нәрсенің өз уақыты бар дегені ғой. Әрине, ақыл тоқтатып, ата-ана болудың жауапкершілігін түсінетін жасқа жеткенде отбасыларың да үлкейеді, бірақ әзір емес. Бұйырса, балаларымыз сізден үлгі алатын шығар. Әжелері сияқты екі өлшеп бір кеседі. Бері қара. Сен бұны менің жүйкеме тию үшін айтып отырсың ба? Түсінбедім, нені айтасыз? Нені айтып тұрғанымды өте жақсы білесің, Зейнеп. Сонша ашуланатындай не айттым? Немерелері әжелерінен үлгі алады дегеніме ашуланып қалдыңыз ба? Енді кәрі бұлай сөйлегеніңді естімейтін болайын. Түсіндің бе? Ешқашан. Не деуім керек еді? Әтелерінен деуім керек беді? Жарайды, балалар. Бірдеңе керек болып жатса, біз төмендеміз. Рахмет, әке. Рахмет. Зейнеп, апаммен бұлай ерегіскенді қой. Әйтпесе өзіңе қиын болады. Фильмді қазақ тіліне аударған Қазақстан ұлттық телеарнасы 2020 жыл. Вилдан екенім рас болса, ол қызды бұл үйден түбік кетіремін. Бәстіккенде мағанда айтыңдар. Немен аяқталатын менің де білгім келеді. Ертең жылқының бөлмесі. Менің бөлмем, ең сенімді жер осы. Үйде болдыңыз. Қолыма түстің, енді сені ойынға араластырам. Шексіз сезім телехикаясын көріңіз. Сабыр сақта, сені құтқаруға келдім. Тыныш, қозғалма.